Сіз тісіңізді күніне 3 рет жуасыз, ең қымбат тіс пастаны қолданасыз, тіпті ауыз шайғыш сусабындар мен сағызды тастамайсыз. Бірақ жағымсыз иіс бәрібір кетпей ме? Жақындарыңызбен сізбен сөйлескенде кейін шегіне ме? Егер сіз мәселе тісте немесе ауыз тазалығында деп ойласаңыз, қателесесіз. Бүгін мен сізге ешқандай стоматолог айтпайтын құпияны ашамын. Мәселе аузыңызда емес, сіздің ішегіңізде шіріп жатқан нәрседе болуы әбден мүмкін. Видеоны мұқият көріңіз, себебі 7 минутта бұл иісті біржолата жоятын әдісті айтамын. Бірінші себеп бізде бадамша бездеріндегі тас. Бірінші және ең жиі кездесетін себеп танзилит тастары. Тамағыңызға қараңызшы, егер бадамша бездерінің үстінде кішкентай ақ немесе сары түйіршіктер болса, иістің көзі осы. Бұл тамақ қалдықтары мен бактериялардың жиналып қатып қалған түрі. Олардың иісі қандай екенін білесіз бе? Ол нағыз шіріген жұмыртқаның иісі. Тісіңізді қанша жусаңыз да ол жерге паста жетпейді. Егер тамағыңыз жиі ауырса немесе аузыңыздан осындай түйіршіктер түссе, мәселені таптық. Екінші себеп асқазан және ашық қақпақ. Тісіңіз сау, тамағыңыз таза, бірақ иіс бәрібір бар ма? Онда төмен түсеміз. Асқазанға қарай. Біздің өңешіміз бен асқазанымыздың арасында арнайы қақпақ клапан бар. Егер ол босап қалса немесе асқазаныңызда қышқылдық жоғары болса, ас қорыту кезіндегі барлық хош иістер еркін сыртқа шығады. Бұл медицинада герб немесе рефлюкс деп аталады. Мұндайда тіс пастасы емес, диета мен гастроэнтеролог көмектеседі. Сіз асқазаныңызды емдемейінше аузыңызда алтынмен жусаңыз да иіс кетпейді. Үшінші себеп тіл бактериялардың жайлауы. Көп адам тісін жуады да тілін ұмытып кетеді. Тілдің беті тегіс емес, ол мыңдаған кішкентай бүршіктерден тұрады. Ол жерге бактериялар ұя салып, нағыз мемлекет құрып алады. Егер тіліңіздің үсті ақ немесе сары болса, иіс сол жерден шығып тұрады. Бұл тірі бактериялардың қалдықтары. Тісіңізді жуғанда тіліңізді де арнайы қырғышпен тазалауды әдетке айналдырыңыз. Бұл иістің 50%-ын бірден жояды. Жасырын себептері: секер немесе су. Айтпақшы, сіз көп тәтті жейсіз бе? Қант бактериялардың ең сүйікті тамағы. Сіз секер жеген сайын аузыңыздағы бактериялар той жасап, иісті еселеп бөледі. Және су, егер аузыңыз құрғап және сілекей бөлінбейді. Ал сілекей ауызды тазалайтын табиғи антисептик. Сілекей жоқ жерде сасық иіс бар. Сонымен не істейміз? Лорға барыңыз. Танзилит тастарын жудырыңыз, тілді тазалаңыз. Бұл міндетті емес. Хлорофилл немесе сілтілі су бұл ішкі иісті бейтараптандыруға көмектеседі. Тіс арасындағы жасырын кариесті тексертіңіз. Кейде сырты бүтін, тістің іші шіріп жатады. Достар, ауыздан иіс шығу бұл ұят емес, бұл ағзаның сигналы. Оны сағызбен жасырмай, себебін жойыңыз. Сіздің араңызда осындай мәселемен күрескендер бар ма? Қандай әдіс көмектесті? Төменге пікірге жаза кетіңіз. Видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк. Келесі видеода түнде селк етіп оянудың қорқынышты себебін айтамын. Сау болыңыздар.